Толық аты жөнім Қалман Әсем Кенжебайқызы, БО 22 оқу тобының 4-ші курс студентімін. Мен іс-шараларға да ондай қатты қатыспадым. Группада да алды емес, я арты емес, я озаты емес, я чоты емес, ортасы болдым. Мен адамдарды жаман булить етем, но өзіме білінбейді ол. Ишанбек Зарина, оның сырт келбеті өте тартымды болып, өзінің ұстауы пайдан өліп ұрыс естіген кезім. Бір аптада 7 күн болса, 7 күннің 5 күнде ұрыс еститін қыздардың қатарынанмын. 2 күн демалыс. Апайлар бірдеңесе қыстырылып сөйлеймін. Зоя апаймен болған история. Қытай нәрсеге, Қытай болмай қалған нәрселердің бәріне ұрса беретін. Мысалға бір қыздар айына бір-ақ рет шықса, мен оның сабағында күніне 3 рет шығатынмын. Бірінші курста бәріміз теннис-санта ойнағанбыз. Бұл историяны әлі ешкім айтқан жоқ. Бір-бірімізге су атысып, жаңбырдың астында фотоға түскен кезіміз, кішкентай нәрселер. Наурыз кезінде бәріміз дастарханда отырып, шай ішкен кезіміз, Сәнияның үйінде ауызаша жасаған кезіміз, барлығы маған қызықты сәт болып қалды. Аидамен болған история 3-ші курста. Группаның барлығы білетін шығар. Ол кезде ішімде жаман бір нәрсе қалған. Мен ол кезде өзімдікі дұрыс деп санағам, бірақ қазір ақыл тоқтаттық па. Мен Аидадан осы видеодан шын жүректен кешірім сұраймын. Мен сені қатты жақсы көремін, сыйластықта қалғым келеді. Осы видеоны түсіріп жатқан мен ғой. Жаңа асханада отыратын кезіміз, апайлар жамандайтынымыз, сабақтан шығып кететін кезіміз, кешігіп келетін сәттер барлығы қызық сәт. Ал ең жағымсыз сәт 101 мектепте болған. Өзімнің сынып жетекшіммен келіспей қалған. Жетегенова Айнұр апай, мен сізді қатты жақсы көремін. Қанша ұрыссаңыз да, қанша айқайласаңыз да, бізді жаман болсын деп емес, жақсы болсын деп ұрысқаныңыз үшін, группаның басын қосқыңыз келгені үшін, тіпті осы видеоны түсіруге өзіңіз атсалысып отқаныңыз үшін көп рахмет. Бұл сіздің бізге деген махаббатыңыз деп білем. Мен болашақта өзімді мұғалім ретінде қатты елестете алмаймын, но бірақ Құдайдың жазғаны. Мен қазір өз-өзімді іздеп жүрген студенттердің, адамдардың қатарынанмын. Бірақ мен болашақта нақты кәсіпкер болғым келеді. 5 жылдықта үй мен машина сататынына сенемін. Әсем, сен қазіргі сәтте болса, сен грантқа түсесің. Ал егер түспей қалып жатсаң, демек сен мұғалім болуға лайық емессің, сен кәсіпкер боласың, точно. 5-10 жылдан кейін бұл видеоны қайталап көретін болсам, Әсем, сен мықтысың, қазір қандай жағдайда жүргеніңді білмеймін, бірақ ешқашан сынба, өзіңнің мықты екеніңді, өзіңнің әйел жанды екеніңді ешқашан ұмытпа. Группаластарым, мен сендерді қатты жақсы көремін. Ең алғаш группада 30 қыз болғанбыз. Айнұр кетіп қалса да, оның историялары әлі күнге дейін группада айтылады. 29 қыздың 29-ын да жақсы көремін. Өз орындарында ойып тұрып алатындай тұлға болыңдар. Мүмкін мұғалім боларсыңдар, мүмкін кәсіпкер боласыңдар, мүмкін біреу ана боларсыңдар, бірақ өздерінің әйел жанды екендерді ешқашан ұмытпаңдар. Мен сендерді қатты жақсы көремін.